Естеріңізде болса, шілде айында Кентау қаласы әкімімен кездесу үшін Құмтүйін ауылының тұрғындары Кентау қаласына келді. Алайда шілденің шіліңгіріне күйіп келген ақсақалдарды әкім өзі шақырғанымен тұрғындарды білім бөлімінің басшысы Әділ Әуелбеков қабылдады. Даудың басы Құмтүйін жалпы орта мектебіндегі ағайынды Самаликовтарды мектеп директоры Есенәлі Жетібаевтың заңсыз шығарып жіберуінен басталған. Кентау қалалық білім бөлімінің басшысы Әуелбековке тұрғындардың нақты талабы директор орнынан кетсін, көп балалы ана Мақпал Самаликова мен 3-ші топ мүгедегі Нәлібай Самаликовтар өз жұмысына тұрғызылсын дегені. Жиналыста күн тәртібі түзілген. Хаттамада Әуелбеков Әділ Самаликова Мақпалға жұмысқа қабылдау ережесі туралы заңға сәйкес түсіндіріп, қазіргі таңда жұмыс сетсен порталы арқылы шығарылатын бос лауазымға тіркеліп, жұмысқа қабылданатыны туралы айтты. Аталған портал 2018 жылдың 1 қыркүйегінен заңды күшіне еніп, қазіргі таңда жұмыспен қамтылып жатқанын айтып өтті делінген. Алайда Самаликова Мақпалдың Әуелбеков Әділге 26-12-2018 жылғы арызына дәл осы сөзіне қарама қайшы жауап келді. Бүгінгі таңда қоңырау сағатын Әлімбекова жұмыссыздық ретінде жұмыспен қамту орталығына тіркелген. Құмтүйін жалпы орта мектебінде жұмыс сетсен порталына бос жұмыс орындарына тіркелмеген. Жоқ, вакансия жарияламай, осы орындарға алды ғой директор. Менде фактісі бар. Соны беріңізші бізге. Тастайтын жерге тастаймын. Онда тастаңыз, орган бар. Егер ол сіз айтып отқандай өзінше алса, онда оған тиісті шара қабылданады. Жауап береді оған. Менде фактісі бар. Болды, фактісі болса. Жоқ, Мақпал апай, бос жұмыс орындары қандай алды? Сіз шыққан екен, қандай орындарға адам алды? Сатсилықтың орны босады. Оны алды, сиден алды, сағайлаған жоқ оны. Тәлімгердің орны босады. Біз қазір мұна менің қызымды шақырымда, бізде общий база бар. Содан көріп бересің ба? Сізге арыз тастағаным мен. Жоқ, тыңдайықшы, қандай орындар босады? Сиден бағдарланысында тіркелген жоқ деп. Тәлімгер ма? Тәлімгердің орны босады. Фамилиясын білесіз ба? Фамилиясы Әлімбекова Замира. Иә. Оның бәрін базадан көреміз. Егер сондай алса, директор заңның алдында кәдімгі жауап. Заңсыз жұмыстан шығып, нысандар жүр. Әлем баламын жарым жат. Бір жаққа барып істеп жүр. Бұдан бері бір айдан аса уақыт өтсе де әлі тексерісте болмады, зерттеулерде жүргізілмеді. Осы орайда директордың неліктен білім бөлімінің басшысы қорғай береді деген ойға келеміз. Ұлағатты ұстаз, көп балалы ардақты ананың құқығын кім қорғар екен?